Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Ең бірінші менің каналыма подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеом туралы пікір қалдырыңыздар. Видеом сіздерге міндетті түрде ұнайды, кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісулеріңізді сұраймын. Және лүпіл басуды да ұмытпаңыздар. Бүгінгі мен сіздерге айтайын деп отырған әдісім, бұл қалам әдісі, қызықты қалам әдісі деп аталады. Кез келген уақытта сабақты ортасында, басында бекітуге арналған әдіс тәсіл десе де болады. Бұны мен өз сабағымда жиі пайдаланамын. Бұл әдіс екі оқушы бір-біріне қаламды тез-тез беріп отырады. Ол кезде мен музыка қосамын. Музыка өшкен кезде қалам кімде қалды, сол бала сұраққа жауап береді. Сұрақты мен әрине өзім қоямын. Немесе бүкіл аудиторияда бір-біріне сұрақтар қоюға болады. Осы тәсілім сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Және менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Қазір сіздерге өз сабағымда пайдаланған бір-екі видеодан үзінді көрсетіледі. Ал балалар, біз бүгін сендермен Мұрат Мөңкеұлымен шығармасыменен танысып шықтық. Енді қазір сендер қаламдарыңды алып, көршілеріңмен осы өткен тақырып бойынша бір кішкене ойын ойнап жібереміз. Ол әрі біздің түсінгендігімізді білдіреді, әрі сабағымызды пысықтаймыз. Мен қазір сендерге музыка қосамын. Сол кезде сендер қаламдарыңды бір-бірлеріне беріп отырасыңдар. Кімде қалам қалады, соған сұрақ қойылады. Болды. Мұрат Мөңкеұлы неше жылы туды? 1843 жылы Қызылқоға ауылында. Жақсы, Зарина, сендерде кімде қалды? Мұрат Мөңкеұлы қандай нелер бар? Ол кісі көбірек доғалар жазған, Сарыарқа, үш қиянатты барлығына танымал доғалары бар. Жақсы, келесің. Дұрыс, қай жерде дүниеге келді? Білмей қалды Нұрасыл. Ал, сендерде кімге қояды? Мұрат Мөңкеұлы кімге ұстаздық еткен? Дұрыс. Кімге ұстаздық еткен? Нұрислам жауап бере алмай қалды. Жақсы, ары қарай. Сендерде кімде қалды қалам? Дулат, сен қоясың сұрақ. Қой. Мұрат Мөңкеұлы қандай жыраулардың шығармаларын осы кезге кетеді? Дұрыс. Салкез, сосын және де батырлар жырын осы уақытқа шейін жаттап ұрпақтарға жіберді. Жақсы. Жалпы тағы да Шалкезден басқа тағы кімдікін жаттаған? Асанғай. Дұрыс, Асанғай, Қазтуған. Жақсы, сендерде кімде қалды қалам? Иә. Жақсы, осы жалпы зар заман ақындарының дүниеге әкеліп осы күнге жеткізген кім? Мұрат Мөңкеұлы осы зар заман ақындарының шығармаларын жеткізген Мұхтар Әуезов. Жақсы. Болды. Кімде қалды қалам? Кімде қалды қалам? Жақсы. Жақсы. Жомартқа сен сұрақ қоясың. Осы бүгінгі тақырып бойынша ғана. Бұқар жырау жерде жерленді. Бұқар жырау? Нысанбай. Нысанбай жырау. Мұнан бәрі видеоға түсіп жатыр. Ол оймен тақырыбына жарасып отыр. Видео кем білгендім.